Бірге істейміз. Дайынсыз ба? 67-тегі ақсақал ғой. Папа, давай көресіз ба? Бақыт сынап. Машалла. Ё-мое, қараңыз. Қалай тұрмын қараңыздар. Бисмилля. Қиын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Мына видеоны назар салып жіберсеңіздер, бұл видеода айтып жатыр, 90 градус жартылай ұстап берсеңдер 10 секунд бір қолмен штука берем деп тұр да, жаңа 1000 рубль ма, қателеспесем 5000 теңгедей 10 секунд ұстаса. Бірақ көп жас жігіттер ұстай алмай жатыр. Бұл видеода. Енді бұл видеода біздің үйдегі әкеміз көрсе қатты бір таңғалатын шығар, себебі ол кісі енді мақтағаным емес, жас кезінде 90 градусты толықтай ұстап 1 минуттан астам ұстаған екен бір қолмен. Өте бір андай қалай айтуға рекорд қой ол деген. Ондай анау-мынау адам ұстай бермейді. Себебі мына видеода тек жартылай ұстап тұр, тізесін ғана көтеріп. Ал біздің үйде әкеміз 1 минут толықтай 90 градус ұстаған. Мен оны көрген жоғым, бірақ жас кезінде, мен қазір жасым 30-да, сол 30 бен 40-ның арасында солай тұрып ұстаған екен. Менің көргенім 2 жыл бұрын әкем 17 секунд тұрған бір қолмен. Өз көзіммен көрдім соны. Ал мен енді, менің өзім тұра алмайтын шығармын олай. Сол енді әкемізді қазір сұрап көреміз. Рұқсат берсе түсуге видеоға міндетті түрде әкемізге жаңағындай ұстатып көреміз 90 градус. Неше минут тұрады екен, неше секунд тұрады екен, минут емес, секунд. Бірінші өзім тұрып көрем. Содан кейін әкеміз егер рұқсат берсе, онда түсірім, себебі біздің әкеміз енді видеоға түсуге жоқ, ондай қатты сөйлеуге. Бұл енді челлендж ғой енді. Басқаша ойлап қалып жүрмеңіздер. Челлендж, андай әрбір адам челлендж ұйымдастырады, вызов. Біреулер мысалы моншадан мұздай суға деген сияқты, біреулер жаңағыдай отжимание деген сияқты. Біздің челлендж сол 90 градус бір қолмен ұстай аласың ба деген челлендж. Видеоларды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, жақындарыңызға жіберіңіздер, өте қызық болады деген ойдамын. Әкемнің жасы 67-де, 67-ге толады биыл. Көреміз енді. Кеттік ал. Мен бірінші тұрып көрем ғой. Мен өзім тұра алмайтын шығармын. Мына жақтан оператор, мына жақтан Асқарға мына жақтан тұрып жіберсең. Бисмилля. Қиын. Неше секунд тұрдым ке шамамен. Мәссаған. Салмақ ауыр, менде тұра алмадым. Қазір енді әкеміз шақырамыз, қалай болады екен. Ол кісі қанша секунд тұрады екен. Қазір мен шақырып келем. Мынау міне біздің әкеміз, жасы 67-тегі ақсақал ғой. Папа, давай көресіз ба? Бақыт сынап. Көрейік. Машалла. 10 секунд, папа. Ё-мое, қараңыз. Қалай тұрмын қараңыздар. Неше секунд болды, папа? 15. 10-ға бармаған сияқты жеті. 10-ға бармаған сияқты. Құрметті көріп отырған көрермен, жаңа көрдіңіздер. Мен шамамен 6-7 секунд тұрдым. Ал әкеміз 11 секунд тұрған екен. Өте бұл жақсы көрсеткіш. Жасы 67-дегі адамға мен қатты таңғалып тұрмын. Сіздер де таңғалатын шығар деген үміттеміз. Міндетті түрде осы челленджді, осы вызовты жақындарыңызға, тума-туыстарыңызға жіберіңіздер. Өздеріңіз де тұрып көріңіздер, өздеріңіздің бақтарын сынап көріңіздер. Себебі бұл вызовты челлендж ғой енді кішігірім. Енді әркім әрқалай
түсіреді бұндай челлендждер. Біреулер тамақ ішу болса, біреулер суға түсу болса, біздер енді турникке осылай 90 градус ұстап бір қолмен 10 секунд тұрып жатырмыз. Артық ойларыңыз болмасын. Мақтану мақсатында емес. Міндетті түрде видео ұнаса қолдаңыздар, реакцияларыңызды білдіріңіздер. Әсіресе бұл видео жастарға арналады. 40 пен 50 жастағы адамдар, себебі қазіргі 40-50 жастағы адамдар өз-өзіне шектеу қойып тастап жатыр да. Мен болдым, үлкен жасқа келдім деп, жаңа көрдіңіздер, жас 67-тегі адам турникте 10-11 секунд тұрып тастап жатыр бір қолмен. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген мақсатта мотивациялық видео бұл. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Видео ұнаса міндетті түрде тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.